сәлеметсіздер ме достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Қырық өтірік әңгімесінің жалғасы. Жирен құлынға міне салып, жас құлынды алдыма өңгеріп, қайта теңізге түсе қалғанымда шым батып барамын. Дереу жас құлынға мініп, енесін алдыма өңгеріп түсе қалғанымда жануардың сушылай көзімді ашып жұмғанша теңіздің бетімен де емес, түбімен де емес, ортасымен де емес, сыр етіп өте шықтым. Жылқыға келген соң жүріс алған шіркін тағы шығып кетіп, әуре қылып жүреме деп енесін құлынды айғырдың құйрығына байлап, жылқыға қоспай далаға айдап қоя бердім. Бір уақытта айдын мұздың үстіне қарап тұрсам, бітпеген қу тобылғының түбінде тумаған бір ту қоян жатыр екен. Жалма-жан садағымды алып, оғымның масақ жағымен атып едім, өтпеді. Масақ жағын кіріске қойып, кері жағымен тартқанымда жұлдыздай ағып өтті де кетті. Асығып-үсігіп атымды бір қу қазыққа байлай салып, етегіме тезек тере бердім. Бір уақытта қарасам, атым өз-өзінен ер тоқымын бауырына алып, тас-талқан болып үркіп тулап жүр екен. Етегімдегі тезегімді төге салып, атыма қарай жүрейін десем, сұмдық-ай, манадан тезек деп тергенімнің бәрі де бөдене екен. Пыр-пыр етіп алды-алдына ұшты да кетті. Манағы қу қазық деп атымды байлағаным аққудың мойны екен. Соның серіпкен қанатынан үркіп, атымның тулап жүргені де сол екен. Атымды ұстап алып, манағы инемді қазық қылып, басымды тоқпақ қылып, жерге қағып жіберіп, атымды соған байлап қойып, ух деп бір дем алғаным-ай. Атып алған қоянды сояйын десем, қынымда пышағым жоқ. Апырым-ау, қайда қалды деп ойға қалып тұрғанымда 3 күн 3 түн дегенде барып есіме түсе қалды. Баяғы құрығымның басына шанышқан бойымен сонда ұмытылып қалған екен. Соған қайта баруға еріндім де, күрек тісімнің біреуін суырып алып, сонымен соя бердім. Жылдамдығым қандай? Қоянды 3 күнде әрең сойып болдым. Оның етін тұздап, қақтап, енді майын ертіп алайын деп бір бүтін қазанға салып ерткенімде менің сорыма майы ағып тұрмады. Дереу бүтін қазанды тастай қылып бір тесік қазанға салып едім. Тақсыр-ай, мұндай қызықты көріп пе едіңіз? Bir тамшы тамбай тұра қалды. Ерген майды ыдысқа қотарғанымда бір түйе қарнына, бір өгіз қарнына, бір борсық қарнына әрең-әрең сыйғыздым. Бұл титтей май менің қай бүйірімді бұлтитады. Онан да етегімді майлап алғаным олжа шығар деп бас салып, етігімді майлағанымда бір етігімнің жұлғыны зорға жетті. Қонышына жетпеді. Сыңар етігім мүлдем ауыз тиместен қалды. Ер еңбегіне бір тойсын деген сөз бар еді-ау деп қоянның бір кесек етін қолыммен әрі-бері күн көзіне ұстап пісіріп аузыма салайын деп апарғанымда, сұмдық-ай, аузым орнында жоқ, жүрегім мұздай болып, айыпым-ай, аузым қайда деп қайта-қайта бетімді сипаласам, аузым жоқ дегенім ойыншық екен. Толайымен кеудемде, басымда жоқ екен. Тақсыр-ай, сондағы қорыққаным әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Апырмай, бассыз қалай күн көремін деп алақанымды маңдайыма қойып, ойға батып тұрғанымда біреу иығымнан тартып, әке, мынау басты танисыз ба деді. Байқап қарасам, өзімнің басым, тауып әкелген тұрған өзімнің балам, шырағым, мұны қайдан таптың деп сұрағанымда, суат ойған жеріңде жатыр екен, сенің басың екенін танып әкелдім деді. Тақсыр-ай, сондағы қуанғаным әлі есімнен кеткен жоқ. Көп жаса, өркенің өссін деп балама алғыс айттым. Көптен ұйқы көрмей, сергелдең болып жүрген байғұс басым, сол мезгілде ұйқы құсып қалмайын ба? Мұздан төсек, жерден жастық, қардан жамылғы қылып жата қалсам, жылы төсекте бұйығып өлген адамдай ұйықтаппын да қалыппын. Түн ортасында бір нәрсенің сарт-сұрт етілген дыбысынан шошып ояндым. Қарасам, екі етігім жұдырықтасып, қып-қызыл алақан болып төбелесіп жатыр екен. Шырақтарым-ау, бұларың қалай? деп сұрағанымда май жағылмаған етігім жыламсырап, қайтейін, май біткеннің бәрін анау жалмауыз жалмап қойды, маған ауыз тигізген жоқ деді. Екінші етігім анау, етігіме тап беріп, өзіңнің кем несібелігіңнен көрмей майдың жетпегенін менен көргенің сасқаның ба деді. Ашуымның әбден келген емес пе? Маңдайларынан бір-бір шертіп, екеуін екі жағыма қойып жата бердім. Таң атқан соң қарасам, көзін ашпағыр, май жағылмаған етігім өкпелеп түнде қашып кетіпті. Алда жүгірмек-ай деп екі аяғымды бір етікке тығып алып, ізіне түсіп қуа бердім.
Айдан айлар жүрдім, зорығып астымдағы атым өлді, жылдан жылдар жүрдім. Бір күндерде өгіздің желкесіндегі жауырына қауын егіп өсіріп отырған бір егіншіге кез келдім. Екінші бейшара бір піскен қауынды алдыма қойып, жарқыным, пышағың бар екен, өзің жарып жей ғой деді. Кездігімді суырып алып, қауынға салып қалғанымда шіркіннің жетесі босап жүр екен. Теміртегі суырылып қауынның ішіне түсті де кетті. Қап, жолым қырсығып жүрген бейбақ едім. Бұл да соның салдары ғой дедім де, бала күннен бірге өсіп, бірде қайнаған замандасым едің. Қалай көзім қиып тастап кетейін деп қауынның ішіне сүңгіп кірдім де кеттім. Ал ізде тау да қалмады, тоғай да қалмады. Апта болды-ау дегенде мен сияқты жоқ қарап сандалып жүрген бір жоқшыға кез болдым. Жоғымның түсі түгін, ең таңбасын айтып сұрап едім. Оспадалар шіркін менің бетіме тфу деп былш еткізіп түкіріп жібергені ғой. Ау, есалаңбысың, неге түкіресің? Мен жоқ сұрап тұрмын ғой дедім. Өзі бір шынаған адам екен. Менен қалыспады әкіреңдеп. Есалаң демей не дейін? Мен бір айдан бері әлденеше атымды зорықтырып, бір айғыр үйірлі қысырағымды таба алмай жүргенімде сен 4 еліге тойылмайтын теміртекті іздейсің дегені. Мұның бұл сөзіне шыдай алмай, сол жерде жаттым да төбелестім. Қан болмаған жеріміз қалмады. Ақырында оның да менің де сілеміз құрып шаршаған соң, екеуміз де төбелесті доғарып бір-бірімізбен насыбай атысып, жарасып жөн-жөнімізге кете бардық. Бір күндерде қалың жиынның үстінен шықтым. Жақсы болды ғой, осы жиында етегіме де кездігіме де сұра салайыншы деп ошақты жағалап келе жатқанымда, тойда табақ тартып жүрген бозбалалардың арасында табақ көтеріп жүрген баяғы қашқын етігім анадайдан көзіме түсе кетті. Қуанғаннан есім шыға секіре беріппін. Етігімнің де көзі мені шалып қалып қуанғаннан қып-қызыл болып, қолындағы көтерген бір табақ етті ұсына түсіп, мені қоянның майынан құртастасаң да, мен сені құртастамаймын деп алдыма әкеп қоя салды. Пай-пай тақсыр-ай, сондағы ұялғаным өмірімде есімнен кетер емес. Мінеки тақсыр, туғаннан бері басымнан өткен істер осы деп бала әңгімесін бітіріпті. Мені тыңдағандарыңызға рахмет. Бұдан кейін де басқа да әңгімелер шығатын болады. Каналға тіркеліп пікір жазуды ұмытпаңыздар. Рахмет.